Біз дүниеге келгеннен бастап әртүрлі дыбыстарды естиміз. Сіз қауіпсіздік үнін естіп көрдіңіз бе? Бұл қауіпсіздікке жауапты қызметкер. Сіз оның дауысын естіп көрдіңіз бе? Қауіптайма, кран жұмыс жасап жатыр, айналып өтір. Бұл ауа талдауын жүргізетін құрылғы. Ол сенің жабық кеңістікте қауіпсіз жұмыс жасауыңа жағдай жасауда. Қауіпті аймаққа рұқсат алу. Бұл тек қағаз толтыру емес. Ол сіз бен әріптесіңіздің өмірін қорғайтын негізгі шарт. Бұл дыбыс тоқ көздерінің өшкенін білдіреді. Алаң болма, енді қауіп сейілді. Бұл өрт сөндіргіш. Ол тілсіз жауды ауыздықтап, өміріңізді сақтап қалуға ықпал етеді. Қауіпті аймаққа рұқсатсыз кіру, өміріңізді тәуекелге тігу. Әрбір белгі сізді апаттан сақтайтын қорған. Әрекетіміз сақтық, көзқарасымыз қауіпсіздік. Бұл қауіпсіздік белдіктері. Бұл қауіпсіздік белдігінің дауысы. Ол қауіпті сәттерде сізді аман алып қалатын тірек. Бұл дыбыстар елеусіз болуы мүмкін. Алайда, лауазым таңдамайтын қауіп-қатер алдында жансыз қорғаушы. Құрметті әріптестер, орын алған жазатайым оқиғалардың көбеюі бәрімізді алаңдатып отыр. Қауіпсіздік шараларын күшейтпесек болмайды. Тексеру қорытындылары бойынша көпшілігі қызметкерлердің қауіпсіздік ережелерін елемеуінен өз міндеттеріне салғырт қарауының орын алған. Осыған байланысты сіздерді қауіпсіздік талаптарын мұқият сақтауға шақырамын. Ең бастысы үйлеріңізге аман сау оралу. Өмірлік маңызды қағидаларды сақтаңыз. Өз өміріңізді сақтаңыз.